Сәлем баршаңызға. Үйде осылай желінбей қалып кеткен печеньелермен өте жылдам дайындалатын торт жасап шығамыз. Балалар сүйсініп жеп қояды бұл тортты. Өте қарапайым, тез дайындалады. Менде осындай пионер печеньесі болды, сонымен жасаймын. Духовкада пісіріп, газда пісіріп, әуре болмайсыз. Ал ең алдымен кремін дайындап аламыз. Креміне бар жоғы 2 ақ зат қажет. 20% сметана және сахарный пудра. Мен бұл жерде 400-500 грамм сметанаға 60 грамм сахарный пудра қостым. 5-7 минут миксердің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Және бізге сүт керек. 1 пиала сүт, 2 қасық шекер қажет. Шекерімізді сүтімізге салып дайындап аламыз. Мінекей бізде осылай 1 келкі крем шығады. Сүтімізді осылай шекер қосып жақсылап араластырып алғаннан кейін тортты дайындайтын ыдысыңызды алдын ала дайындайсыз. Печеньені осылай әрқайсысын жеке-жеке сүтке батырып ыдысымызға қойып шығамыз. Әр қатардан кейін кремді жақсылап жағып шығамыз. Менде 4 слой печенье, 4 қатар печенье болды. Арасына жақсылап кремді жағып шығамыз. Ең жоғарғы бетіне өзіңіз ұнатқан фрукты, болмаса ягодаларыңызбен бетін әсемдесеңіз де болады. Мінекей, мен осылай печеньенің үгінділерін бетіне септім. Толық біткеннен кейін холодильникте 2 немесе 3 сағат бетін жауып қойып қоясыз. Міне бар болғаны осы. Мінекей, мынандай жұмсақ, өте ауызға салса еритін, өте дәмді торт шығады. Дайындап көріңіздер.